Манчестердегі теракт нәтижесінде элі қолғанларының қатырасына Украина баш назирі де анды Владимир Гройсман назирлер кабинетінің дегер азаларының бірлікті Киевде Бүйік Британия элчиханесі янына чечеклеріні кетіріп қойды. Бұның элі үкімет башы Британия зенадышы Тереза Майгета зиемек тобыны йолады. Қайды етікені кебі Украина терроризм или күрешіне олғаныны пек яқшы біле. Русия үджіретлеген кеверлері Донбаста Украины майеджелеріне уджум еті. Медени дүния террористлеріні енмек үшін бірлешмек керектір. Украинада Бүйік Британия елчісі Джудит Гов Украина үкіметіне ярдымы ве бірдемлігі үшін минедарлығыны білдірді. Терроризмде ешбір сынырлап олмағаныны әркес анлай. Дешеттір 22 инсан иллак oldu. 59'ы яраланды. Бүйік Британия халқына тазиелерімні ве бірдемлікні білдірмеге ве бөйле дақалары бірлікті олмақ кереклігімізні қайдетмеге істереді. Украин халқы ве Украина бұкебе фаджиалы дақалары сізін яныңыздадыр. Всі розуміють, що в терроризму немає. Туневен дешетлі теракт юз берді. Музыка концертіне келген генчлерге қаршы масқаралы уджум. Элі қолғанларының, яралағанларының айлелері ве яқынларына емді жесур құртарыжыларға самими тазиелерімні білдірем. Бүйік Британия ич бір вақы терроризмні танымас. Украинаға қол тұтуы үшін минедарлығымны білдірем.